Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Айпана. Бүгін сіздермен Баялдыдан осындай ерекше соус арқылы дайындалатын тещин языктың рецептіне бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге 2-3 дана баялды керек болады. Баялдымызды тазалап жуып алып, осылай видеодағыдай әдемілеп жұқалатып турап алатын боламыз. Туралған баялдыларымыздың барлығын ыдысқа салып, үстінен асатындай етіп, салқын суымызды құямыз, және де үстінен 2-3 шай қасық тұзды араластырып, бөлме температурасында үстінен тарелканы басып қойып, 30 минутқа қалдырып қоятын боламыз. Олай жасау себебіміз баялдының құрамындағы қышқыл дәм суға беріледі, және де піскен кезде қарайып кетпеуінің алдын алады. Одан кейін салмасын жасауға кірісетін боламыз. 2-3 дана помидорымызды алып, видеодағыдай ұсақтап турасаңыздар болады, немесе помидорды ірі-ірі ретінде арасына орасаңыздар да болады. Мен бұл видеода осылай ұсақтап турауды жөн көрдім. Осылай жақсылап майдалап турап алғаннан кейін мен ерекше дәм берсін деп үстінен көкпияз, туралған көкпиязымызды қосып араластырып дайындап қойдым. Ашылған 2-3 дана сарымсағымызды арнайы ұнтақтайтын езгілейтін құрылғының көмегімен езгілеп майонезімізге қосып жақсылап араластыратын боламыз. Майонездің орнына қаймақты да қолдансаңыздар болады, және де үстінен ерекше дәм берсін деп мен ұнтақтап туралған укропты, яғни зеленді қосып араластырып дайындап қойдым. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді суда тұрған баялдыларымызды судан шығарып, осындай таза ақматамыздың үстінен жайып шығатын боламыз. Жайылған баялдыларымыздың үстінен таза қағаз майлықпен сүртіп шығатын боламыз. Суын алып, яғни суын сырғытып осылай үстінен басып шығамыз, және де осы орайда майларыңызды қыздырып қойыңыздар. Содан кейін қуыруға кірісетін боламыз. Азғантай май құйып, осындай жұмыртқаны алдын ала араластырып дайындап қойыңыздар. Баялдыларымызды осылай жұмыртқаға батырып, малып алып, майға салып, екі бетін аударып қуырып алатын боламыз. Дәл осылай менің әдіс тәсілмен жасайтын болсаңыздар, барлығына ұнайтын тещин языкты дайындай аласыздар. Бұл жердегі ең басты құпиясы соусы мен начинкасында. Яғни сол тәсілмен жасап көрсеңіздер, көкпияз салмасындағы помидорға өте жақсы дәм беретін болады. Және де чеснок пен укроп жақсы үйлескендіктен тещин языктеріңіздің дәмін одан сайын ашатын болады. Әрі қарай баялдыларымызды қуырылған ортасына соусымызды жағып, помидордан жасалған салмамызды салып, орап, тарелкаға орналастыратын боламыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық адамның көңілінен шығатын, яғни ыстық салат десек те болады, бұны ұнайтын болады. Сіздермен бірге болған Айпана. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Алда шығатын видеоларымды өткізіп алмаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.